Жалағаш ауданның 85 жылдық мерейтойы және алтын күз 2024 мерекесіне арналған ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Жазда еңбек етіп тер төккен диқаншы қауым ел ырысын молайтты. Ауылдық округтегі шаруа қожалық пен кәсіпкерлерінің өнімдері тұрғындарға ұсынылды. Мұндағы қауіпсіз және құнарлы өнімдер алуға асыққан аудан тұрғындары таңсәріден орталық алаңға жиналды. Олар осындай жәрмеңкені асыға күтеді, себебі мұнда нарықтан 15-20%-ға әлдеқайда арзан. Биыл 2024 жылы 36.218 гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдар орналастырды. Оның ішінде 19.800 гектар жер күріш дақылы. Қазіргі таңда ортақша өнім 60-та 3 центнерден өнім алып, ең жоғары көрсеткіштерге қол жеткіздік биыл. Судан тапшылығы ешқандай шаруалар сезінген жоқ. Мен Жалағаш ауданы Таң ауылы Ишан шаруа қожалығының басшысымын. Осында егінмен 20-25 жыл көлемінде айналысып келеміз. Күрішпен, малмен, ауылдың тіршілігі малмен күріш қой. Құдайға шүкір, биыл 262 гектар күріш ектім. Судан тапшылық болған жоқ. Өз межелеген өнімізді алдық 60 центнерден гектарына. Бүгін Жалағаштың 85 жылдық мерейтойы, республика күні 2 тойын қабат болсын деп өтіп жатыр. Осыған осы өз өнімізді әкеп, аудан халқына төменгі бағада сатып жатырмыз. Шүкір, елімізге рахмет. Бүгінгі ауданымыздың, Жалағаш ауданының 85 жылдығына орай аудан әкімшілігінің ұйымдастырып өткен жәрмеңкеде Жаңадере ауылдық округінің өнімдерін әкеп тұр. Биыл ауылда 200 гектар жерге қауын қарбыз егілді. Соған ішінен бұйырған өзіміздің 3 гектар жерге еккен өнімді әкеп тұр. Нарықтағы бағадан төмен. Жәрмеңкеде ауданнан 65 автокөлікпен өнімдер әкелінді. Жәрмеңке барысында 200 тонна азық-түлік өнімдері және мал азықтық жем-шөп өнімдерінен 7-5 тонна мал азығы аудан тұрғындарына ұсынылды. Тұрғындар қажетті өнімдерді сатып алып, жәрмеңкедегі бағаның арзан екеніне көз жеткізді. Алдық, арзандау қоп алдық енді. Қымбат түсіріпті алдым, балалар түсіріпті беріп жатыр, алдым, иә. Картоп алдым, жуа алдым, сәбіз алдым, иә. Аллаға шүкір, иә. Өсіп болды, соғыс болмай, халқымыз аман болса болды, айналайын. Ең бірінші рет осылай үлкен жәрмеңкеге қатысып тұрмын. Және де бағалары өте арзан, нарық бағасынан қарағанда өте арзан. Біз өзіміз үйімізге 2 қаптан алдық, картоп, жуа деген сияқты. Мынау енді біздің Жалағаш ауданында болып жатқан жәрмеңке халыққа өте жақсы, арзан бағада картоп, жуа, басқа да заттарын алып қуанып жатыр. Міне осындай жәрмеңкенің бола бергеніне халықтар қуанып жатыр. Енді келешекте де сол болса деген. Мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Бірден-бір себебі аймақтағы азық-түлік бағасының тұрақталуына да ықпал етпек. Айта кетейік, ұлттық қолөнер бұйымдары, ауыл шаруашылығы өнімдері, ұлттық тағамдар және аудан кәсіпкерлерінің көрмесі де ұсынылды. Киіз үй тігіліп, тұрғындар астан дәм татты. Арайлым Кенжебек, Сабыржан Қаратаев, Серік Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.